Роналду мен Мессиді бір матчта көре алдым. 2024 жылдың 1 ақпанында Аль-Наср және Интер Майами футбол клубтарының арасында матч болды. Екі команданың құрамында танымал жұлдыздар болғаннан соң, билет сатылатын официалды сайтта матч жарияланғаннан кейін жарты сағат ішінде барлық билеттер сатылып кетті. Матч Kingdom Arena деп аталатын жаңа стадионда болды. Сыйымдылығы 26 мың адам. Командалар шықпас бұрын Роналду стадионға кіріп орнына жайғасты. Сөйтсе, Роналду жарақатына байланысты ойнамайды екен. Екі команданың футболшылары шыққан соң, Месси қосалқы футболшылар отыратын орынға отырды. Толық матчта ойнамайды екен. Матч басталып, көп ұзамай алғашқы гол салынды. 10 минутта екінші гол салды. Араға 2 минут салып, үшінші голды алыстан көздеп қақпашы үстінен жіберу арқылы салды. Солайша Аль-Наср командасы 12 минут ішінде есепті 3-0 қылды. Суарес болса ештеңе істей алмады, санаулы моменттерді санамағанда. Үзілістен соң екінші таймда Интер қақпашысы шабуылшыны аяқтан шалып қателік жіберді. Нәтижесінде 4-ші гол салынды. Интер қорғанысы өте әлсіз ойнады. Көп ұзамай қақпа қасындағы тартыс кезінде 5-ші гол салынды. Бұның бәрін көріп шыдамай кеткен болу керек, Месси алаңға шығуға дайындала бастады. Барлығының назары Мессиге түсті десе де болады. Аль-Наср кезекті шабуыл жасап, нәтижесінде салған голды төрешілер есептемей ұзақ тұрды. Сөйтсе, офсайд емес, таза гол болып шықты. Матчтың 83-ші минутында Месси алаңға шықты. Оның аяғына доп тисе, дереу 2-3 қорғаушы жан-жақтан қысып отырды. Матч осылайша 6-0 болып аяқталып, Аль-Наср командасы жеңіске жетті. Роналдоның ойнаған көре алмасам да, Алан қалауымен араға бір апта салып, Аль-Хиляль командасына қарсы ойнаған матчын көре алдым. Матч біткен соң қасында отырған Файсал есімді араб мұсылман бауырымыз отельге дейін тегін көлігімен жеткізіп тастады. Бұл стадионға мен таксимен 6 мың теңгеге жеткен едім.